Сәлем достар, бүгін сіздермен дәрумендер жиынтығын жасайтын боламыз. Бұл дәрумендер жиынтығы адам ағзасына өте пайдалы. Ең алдыменен кураганы, изюм, чернослив інжірімізді 10 минутқа салқын суға салып, ағып тұрған суға жақсылап жуып аламыз. Одан кейін жайып, орамалға кептіріп, құрғатып, құрғақ салфеткамен сүртіп, артық ылғалдың барлығын алып тастаймыз. Салфеткамен жақсылап құрғатып алсаңыз, одан кейін тәрелкелерге салып, ықшамдап алып өткізуге дайындаймыз. Мен инжирдің ортасын кесіп, қатты жерлерін алып тастадым. Әрі қарай ет тартқышымызды қосып, кезек-кезегімен өткізіп аламыз. Оның үстіне мед қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде мен Исмаил ағаның медін пайдаландым. Жақсылап араластырып алыңыздар. Бұл дәрумендер жиынтығы әсіресе адам ағзасына өте пайдалы. Таңертеңгілік аш қарынға жылы стакан сумен 1 шай қасықтан тұтынып тұрсаңыз, керемет ағзамызды күш-қуатқа толтыратынына мен кәміл сенемін. Жасап, дайындап көріңіздер. Сізге ұнайды деген сенімдемін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Замира.